Баяғы өткен заманда қанағат бас, қыл кеңірдек, ши борбай үшеуі жолдас екен. Бір күні бұлар бір тоқты ұрлап, айдалаға апарып сатыпты. Тоқтыны бұтарлап, етін қазанға салайын деп жатып, қанағат бас, жынын төгіп кел, деп қарынды беріпті. Қанағат бас қарынды тысқа алып шыққанда, қара шыбын қарынға да, қанағат бастың басына да қаптай үймелепті. Басындағы шыбынды қорып қағамын деп қанағат басты бас қолын қағыс сілтеп өзінің басын ұрып алыпты. Қияладай жұқа төбесі ойылып, шарана шекесі шарт кетіпті. Жұмыртқадай жұқа басы жарылып жан беріпті. Қанағат бас қалайша кешікті деп ши борбай далаға шыға келсе, өліп жатқан қанағат басты көре салып, әй аттегін-ай, деп екі қолымен екі санын салып қалғанда, ши борбайы шұрт етіп, ол да мүлдеп кетіпті. Ши борбайдың даусын естіп, қыл кеңірдек сыртқа жүгіріп шығады да, өлігі жатқан екі жолдасын көріп, ойбай, бауырларым-ай, деп дауыстай бергенде өзінің қыл кеңірдек қылқынып, тыныс ала алмай үзіліп кетіпті.